Активность деген тек қана марафонда жүгіру емес. КНБ-ның бәрі қайта-қайта тиісіп жатыр. Халықтың пікірімен ешқандай санаспаған, санасқысы да келмейді. Украинадағыдай болып барғым келіп тұр ма? Бұл да саяси нәрсе деп ойлаймын. Мен армияға да барғым келеді. Сот деген ол біздің трибуна. Мен өзім патриот деп санаймын. Бейбарыс, біздің шақыртуымызды алғанына көп рахмет. Енді соңғы болған оқиғалар жайында өзіңмен кеңірек әңгімелесейік деп қазақ тілінде не сұхбат аз, немесе өзіңмен тілдескен журналистер аз. Енді неге шындықтан қаша алмайсың? Неге басқа емес? Ең бірінші айтатыным, жаңа шақырғаныңыз үшін рахмет, және қазақша сұхбат алғаныңыз үшін рахмет. Арасында енді кішкене орысша сөздер жаңағы қолдансам, ол үшін алдын ала кешірім сұраймын. Не үшін шындықтан қаша алмайды деген, ол мысалы марафонда адамдар жаңағы былай айтқанда активный граждане города дейді ғой. Солар сияқты олар жаңағы активистер былай айтқанда ше қаланың жаңағы өміріне жаңағы қатысады. Біз оларға келіп, ол активность деген тек қана марафонда жүгіру емес, ол қоғамдық саяси өмірге қатысу деген де болды. Сол сияқты біз шындықтан қаша алмайсың деген бой әзіл ретінде де айттық, және де осыған қарайшы тек қана осы жүгірмес, сол қоғамдық саяси өмірге де араласыңдар деген сияқты. Осы сендерді ұстап алып кеткеннен кейін және оған дейін ақпарат тараған кезде осы Әсия мен Бейбарыс және бірнеше жастар қандай да бір ұйымнан ақша алып, сол ұйымның айтқанына көніп жүр деген әңгіме тарады. Қаншалықты рас? Бұл рас емес, ешқандай да. Себебі білмеймін, мұндай үшін кім ақша бергісі келеді, ең бірінші адам баспен ойлану керек қой, ондай нәрсеге ақша бермейтін. Және де мен ойымша ол сол жаңағы биліктің өзі әдейі сондай ақпараттарды жіберіп жатыр, себебі олар өздері түсінді ғой. Қалай дұрыс емес деп жатқан кезде бізді жоқ жерден әйгілі қылып жіберді, бізді жоқ жерден батыр қылып жіберді, олар өздері бәрін істеп отыр. Сол әртүрлі бірдеңке дезинформация жіберу үшін бұл өзінің қолданатын жаңағы методтары ғой. Бұл ақпарат фейк. Фейк бұл ақпарат, иә. Байқасақ, осы жолы меніңше қазақстандық жастар ретінде біріктірген оқиға болды. Бұған не себеп деп ойлайсың? Бұған негізі ең бірінші себебі ол соңғы жаңағы Назарбаевтың жаңағы несі отставкасы, кейін келесі күні Астана Нұр-Сұлтан деп өзгерткені, және де бұның бәрі былай айтқанда наразылық тудырды. Тек қана орыс жастар емес, орыс тілді жастар емес, қазақ тілді жастар барлығын наразылығын тудырды. Бұрын саясатпен қызықпаған адамдар, саясатпен араласпаған адамдардың барлығы қазір жыны ұстап, былай айтқанда қазір бәрінің білгісі келіп, қазір неге протестқа шыға бастады. Демек, Назарбаевтың кетуі, билікке Тоқаевтың келуі жастарды белсендірек етіп демекшісің. Иә, мен ойымша солай. Және де сайлауда да өзгеріске жаңағы енді Қазақстанда өзгерістер көп болып отыр қазір ше. Соған қарай байланысты болып тұр. Бірақ мен ойымша ең бастысы ол Астананы Нұр-Сұлтан деп өзгерткені жайлы, және де соған қарсы болған адамдардың барлығын ұстау болып тұр да. Демек, билік халықтың пікірімен санаспаған. Иә, әрине, халықтың пікірімен ешқандай санаспаған, санасқысы да келмейді, және де санасатын былай айтқанда түрінде білдірмейді. Жаңағы елдің бәрін отырғызып, сөйтіп жатыр. Өзіңіз Оралда көрген шығарсыз, жаңағы бос плакат ұстаған үшін қазір енді прокуратураға жіберіп жатыр. Бұл өте күлкілі нәрсе енді ше. Бірақ біздің мемлекеттің қандай екенін, біздің мемлекет тоталитарлы екенін, және де ешкіммен санаспайтындығын білдіріп тұр. Бір қызығы, жаңа жастардың белсенділігі жөнінде айтып қалдық. Біздің қоғамда белсенді жастар әлде бір атқарушы органның немесе әлде бір партияның айтқанына көніп, солардың тапсырмасын орындайтын жастарды белсенді деп санайды. Ал қоғамда демократия жөнінде айтқан, немесе қоғамда ой еркіндігі, сөз бостандығы жөнінде айтқан жастар қандай да бір себептермен бұлар қылмыскерлер немесе азаматтық істер, әкімшілік істер бойынша жауапқа тартылады. Не себеп деп ойлайсың? Мен ойымша бұл практика негізі кеңес үкіметтен келе жатыр. Ол жерде пионер деген болды, жаңағы мысалы, олар бүкіл қоғамдық өмірге араласты пионерлерден кейін жаңағы не болды? Комсомол деген болды. Олар да бүкіл қоғамдық өмірге айналысатын, оларды активист деп санайтын. Және де бізде де сондай практиканы кішкене қабылдап алдық. Бізде мектептен жас ұлан деген басталады, кейіннен жаңағы жас отан деген басталады. Соның барлығы бар.
Онымен қоса лига волонтеров деген бар бізде. Себебі мектепте мысалы қараңыз, көбінесе студенттер мен мектепте оқитын балалар ғой. Егер де олар осындай өмірде белсенді болса, мемлекеттің жаңағы істерін жасаса, қолдайтын, сонда олардың бағасы да жақсы болады, кейін жақсы оқуын да бітіреді, ол жерде жаңағы былай айтқанда льгота дейді ғой. Льгота, привилегиялары болады. Ал өзінше тәуелсіз, өзінің пікірін білдіретін адамдар, бірдеңеге қарсы болатын адамдар, ол бізде автоматически былай айтқанда жаңағы не болады да? Изгой. Ал сені босата сала мынандай ақпарат тарады, Бейбарыс әскерден қашып жүр екен деген. Содан кейін Бейбарысты әскери комиссарият алып кетіпті деген. Қаншалықты рас және оқиға немен аяқталды? Ол былай басталды, жаңағы мені бір күн бұрын жіберді ғой. Үйге бізді шығарып жүрді спецприемниктен, ол заңсыз түрде. Келесі күні мен енді өзім үйімде қонған жоқ, мен қалада жүрдім. Таңертемен олар қанша? 5-6 адам мен үйіме келіп тұр екен де, танатысымен мен іздеп жүрген. Маған айтты жаңағы, ол үйде жоқ депті. Кейін сосын Асияның үйіне барды олар, 6 адам. Асия, Бейбарыс қайда жүр? Біз оны іздеп жатыр деп келіп тұрды. Ода да жоқ болды, оның үйінде де жоқ болды. Кейін мен интервью беріп жатқан кезде, жаңағы власть KZ-ға неделька деген кафеде отырған кезде, солар сол жерге келіп, жолдан өтіріктен көріп қалғандай болып тұрды. Сөйтіп келді алып кетті. Айттым мен кеше ғана шықтым. Негізі бірақ заң бойынша мен бүгін ғана шығу керек болатын. Мен сіздерге өйтіп жаңағы келесі күні келуге мен құқығым бар деп тұрдым да. Айттым. Кеттік қазір, мен постановление үйде қалдырып кеттім. Постановлениемді алайық. Сосын барып кеткенде жоқ, үлгермейміз. Біз бастық бәрін шақырып жатыр. Бізді жаңағы КНБ-ның бәрі қайта тиісіп жатыр. Сен жаңағы қорғаныс министрінің өзін жаңа несіндесің, бақылауында дейді. Сол үшін қазір барамыз дейді. Сосын жарайды дедім. Келдік, сборочный пункт дейді ғой. Сол жерде әшейін объяснительный жазып бердім. Оның ішінде конституцияға да былай айтқанда сілтеме жасадым. Жаңағы әркім өзінің құқығын қорғауға құқығы бар деген. Соған сілтеме жасап айттым. Мен жаңағы соттың келісімімен, жаңағы постановлениесімен былай айтқанда соттың үкіміне арыз түсіремін, қарсы кассацияны жіберемін. Мен ары қарата соттасам, сол үшін маған отсрочка беріңдер. Мен армиядан қашып тұрған жоқпын. Мен армияға да барым келеді, мен өзім патриот деп санаймын. Сол айттым. Оған қоса жаңағы нені білдірдім. Бізді былай спецприемниканы официально по состоянию здоровья деп жіберді. Сондықтан білдірдім. Мен по состоянию здоровья деп жіберді. Сол үшін маған жаңағы обследование жасауға, жаңағы медициналық көмек көрсетуге уақыт беріңіздер деп. Бір сөзінде бүйтіп айтып тапсың. Әскерилер көп әңгіме айтып айтпады деп. Полицейлер ше. Арнайы ұстау мекемесіне не болды? Полицейлер олар өте көп әңгіме айтты. Әрқайсысы бір келіп, жаңағы ойбай, сендер не осындай Украинадағыдай болғарың кеп тұр ма? Қырғызстанда көрдіңдер ме не болғанын, сондай бәрін айтып шықты. Сосын ең күлкілісі, бізді ұстаған кезде осы акциядан кейін, ең бірінші Бостандық ауданның роботасына апарды ғой. Сол жерде вы что, хотите сделать государственный переворот, деді ма? Вы знаете, что таким образом призываете людей выходить на митинги, деді. Айтпаған әңгімесі жоқ. Ал әскери адамдар олар өйтіп айтқан жоқ онша көп. Олар келді, кейбіреулер қолдауында білдірді, офицер бар. Енді әскери адам деген благородная профессия дейді ғой. Ол жағынан енді кішкене байқалып қалды. Бейбарыс түрменің аты түрме қанша дегенмен. Бір ақпаратта соңғы күндері Асияның жанына жаңағы темекі шегетін бір келіншекті отырғызғаны, сені басқа камераға ауыстырған жөнінде білеміз. Түрмеде өздеріңді қинау немесе өздеріңе арандатушылық жағдайлары жиі болды ма, және ол қандай мінезде болды? Өзім жайлы айтсам, арандатушылық енді бір-ақ рет болды. Қалған барлығында мен жанында отырған кісілердің бәрі мені қолдап, мен дос болып, және мені қорғап жүрді. Сол үшін мен өзім жайлы көп айта алмаймын. Бірақ болды, кейбір адамдар өте былай айтқанда подозрительный дейді ғой. Күмәнді. Күмәнді адам. Олар менімен бір
жындандырғысы келді ма, төбелескісі келді ма, әйтеуір былай айтқанда көп сұрақтар қоя берді, қайта әңгімені айтып қоя берді, бірақ кейін оларды ауыстырып жіберді көбісінше. Ал Асияның айтатын болсам, ол темекі шегетін кісімен ең біріншіден бастап отырғызды, бірақ басында ол келісті. Жаңа не деп, темекі шегетін кісі сыртқа шығарып тұрады оны, темекіні шегіп алады, қайтадан кіреді деп ше. Бірақ кейін ол кісі шығып кетті абақтыдан. Одан кейін басқа кісілер келді. Олар жаңағы сонымен ұрсып, Асиямен әдейі сол камераның ішінде темекі шекті, қайта тиісті Асияға, оған сен не осындай біздің мемлекетті құлатқың келе ма деп әңгіме айтты. Айтпаған нәрселер жоқ, тиіспеген нәрсе жоқ. Бірақ Асияның өзі қазір енді былай айтқанда эмоциональный потрясение деп айтады ғой. Сондай болып шықты. Сол үшін онша көп айтқысы келмейді ол жайлы. Меніңше бұл оқиға сендердің мінездеріңді қашаған секілді, керісінше бір батырлық пайда болған секілді деп ойлаймын. Иә, керісінше рухымыз көтерілді, еңсеміз биік бола бастады ол кезде қарағанда. Біз өзіміз ішінен бәрін көріп шықтық та, барлығын өзгерту керек екен ше. Мемлекеттің қалай жұмыс істейтінін бәрін ішінен көріп шықтық. Өзіміздің былай айтқанда тәнімізбен сезіндік. Осы орайда бір қысқа сұрақ қойғым келіп отыр. Бәлкім бұл сұрақты саған қоймау керек шығар. Бірақ та Қазақстандағы жастар саясаты мен жастардың белсенділігі жайында не айтасың? Өзіңнің, менің замандастарым жайында. Жастар жағынан ең бірінші байқаған осы кезден бастап бізде жастар кішкене саясатпен араласа бастады, бәрі оған қызыға бастады. Және де былай айтқандай қалай айтса болады, олардың бәрі наразы болып тұр, олардың бәрі көріп тұр жаңағы ішкі істер министрінің қызметкерлерінің бәрінің қалай жұмыс істейтіні, бізде ешқандай да өзгеріс болмайтындығы. Және де бізде сізде туылғаннан бері бізде бірақ президент болды. Енді ғана ауысып тұрды, осы өмір бойы бірақ президент болды. Бір адамдар отырды билікте. Оның бәрін өзіміз көріп тұрмыз ғой. Ол жағынан наразылық былай да өз ақты тудырады. Онымен қоса қазір Қазақстан тәуелсіз мемлекет болғандықтан, және де капитализмде жолына түстік. Басқа батыс мемлекеттермен араласадық. Осы жерде біздің жастар оқи бастады. Біздің әкелеріміз, шешелеріміз ол жерде оқыған жоқ қой батыс мемлекеттерінде. Ал енді біздің былай айтқанда поколение сол жерде оқып, біліп, көріп жүр. Оның қалай тұратыны, демек әлеммен араласқан сайын біздің демократияға деген көзқарасымыз сөйлей бастады. Иә, сөйлей бастады. Қазіргі көптеген наразы болып шығып жатқан адамдардың көбісін байқаған, батыс мемлекеттерінде оқыған, бірнеше тілді біледі, өте білімді былай айтқан адамдар, өте сауатты адамдар өзінің жастардың арасында. Енді соңғы сұрақ. Арнайы ұстау мекемесінен шыққаннан кейін бір сайтқа, оның ішінде біздің фактчек газеті бар, басқалар бар, берген синхрондарында, сұхбаттарында былай депсің: мен әділ сайлау үшін күресетін боламын. Бұл тек басы ғана депсің. Болашақта не болмақ? Алдағы жоспарың қандай? Алдағы жоспарымда қазіргі ең біріншісі бұл жаңағы саяси қамауда отырған адамдарға ең бірінші көмек беру. Мен оны да саяси нәрсе деп ойлаймын, себебі барына көмектесу, білдіру жаңағы өте қажет нәрсе. Онымен қоса сайлауда ең бірінші ойлағам жаңағы бақылаушы боламын депші. Басында 2-3 ай бұрын ойлағам, мен бақылаушы болып барамын деп. Сол енді бақылаушы болып барамын, және де басқа адамдарды бақылаушы болып келіңдер, фальсификациялар деген болады, ол сөйтіңдер деп. Екіншіден, былай айтқанда бойкот емес пе, бойкот па, ол жағын айта алмаймын әлі. Ол жағын әлі шешкен жоқпыз, және Асия екеуміз әлі былай сөйлесіп үлгерген жоқпыз ол жайы. Бірақ бұл жолы өте дайындықпен барамыз сотқа. Мен өзім жаңағы неде абақтыда отырған кезде көп дайындалдым соған. Өзім жазып, қандай не айтамын деп жазып, сол үшін оғанда барамын. Бұл да саяси нәрсе деп ойлаймын. Себебі біздің сот деген ол біздің трибуна. Сол жерде қалай не екенін барын айту керек. Бейбарыс бізге келіп ашық әңгіме айтқаның үшін рахмет. Бастаған істеріңе сәттілік тілейміз. Жалпы осы оқиға жайында жазған аз сайттардың бірі ретінде біз бұл оқиғаның кең таралғанын көрдік. Өйткені біздің сайтта да, басқа сайтта да дәл Бейбарыс пен Асия жөніндегі материалдар көп оқылды, көп таралды. Әрине өкінішті осындай жағдайда трафик жинағанымыз, бірақ десе де
халықтың дәл осындай демократиялық көзқарасқа, демократиялық ой пікірге деген ақпаратқа әлі де мұқтаж екендігін көріп қалдық. Табыс тілейміз, көп рахмет. Сізге рахмет.